Олар Хуанхэ мен Архон өзен аралында өмір сүрген. Астанасы Битөбе болды. Хандары Тоғырыл хан Шыңғыс ханды қолдап, хан болуына ықпал еткен. Біз 300-дің құрамына кірген қай ру туралы айтайық деп жатырмыз. Толық ақпарат білгіңіз келсе, соңына дейін қараңыз, әуелі маған тіркеліп кетіңіз. 12 ғасырда керейттер солтүстігінде Архон өзенінен, оңтүстігінде Хуанхэ өзеніне дейінгі аралықты иемденді. Бас ордасы Битөбе деген жерде орналасты. 12 ғасырдың екінші жартысында Керейт мемлекетін Тоғырыл хан басқарған кезде мемлекеттің аумағы кеңейіп, нығаяды. 80-ші жылдардың басында керейттердің ханы Тоғырыл жас қолбасшы Темучинге қолдау көрсеткен еді. Осы әрекеті арқылы өзінің монғолдардың арасындағы ықпалын нығайта түсуге ұмтылды. Біраз уақыт Тоғырыл хан Найман Керейт одағының жетекшісі болды. Керейт мемлекетінің басында хан тұрды. Елде тәртіп күшейді, іс-қағаздар жүргізілді. 12 ғасырдың соңы мен 13 ғасырдың басында Керейт мемлекеті әлсіреп, монғол мемлекеті күшейді. 1203 жылы бұрынғы одақтастар арасында соғыс болып, монғолдар керейттерді толықтай басып алады. 13 ғасырдың басында монғолдардың қысымымен наймандар мен керейттер Шығыс Қазақстан Жетісу аймағына қоныс аударады. Ақпарат сіздерге пайдалы болса, лүпіл басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, келесі адамға жолдап қолдап қойыңыздар.